Ерлерде сперматозоидтардың сапасын жақсартады, бедеуліктің алдын алады. Әйелдердің жүктілік кезіндегі денсаулығын жақсартады және түсік қаупін азайтады. 1,6. Тері, шаш және тырнақ. Тері мен шашты нығайтады, тырнақтардың сынғыштығын азайтады. Безеулердің акне алдын алады және теріні қалпына келтіреді. 1,7. Жүйке жүйесі. Когнитивті функцияны жақсартады, есте сақтау қабілетін арттырады. Альцгеймер және Паркинсон ауруларының қаупін азайтады. 2. Селеннің түрлері. Селен қоспалары әр түрлі формаларда кездеседі. Олар табиғи және синтетикалық болып бөлінеді. 2,1. Органикалық түрлері. Селен метионин, ең жақсы сіңетін түрі, көбіне дәрумен кешендерінде кездеседі. Селен цистеин, табиғи тағамдарда болады, тиімді әрі қауіпсіз.